Дәмдеуіштері әбден сіңген қазды духовкаға қоятын уақыт жетті. Енді ішін толтырамыз. Оған алма мен өрікті пайдаланамын. Ал енді бастайық. Мінекей бәрін жақсылап салып алдым. Егерде болса, арасына қара өрікті қосқанда дұрыс болады. Мынау ашық жерін жауып аламыз. Піскен кезде қанаты ашылып кетпеу үшін жіппен тартып байлап аламыз. Енді жаңағы алма салған жерді осылай жабамыз. Мінекей. Соңына жабамыз. Байлап тастаймыз. Қазымыз духовкаға қоюға дайын. Қазды фольгамен орап қойдым. Осы жерде көптеген оқырмандарымның сұрағына жауап бере кетейін. Бұл қаздың салмағы 3,5 килограмм. Сондықтан мен духовкада 3,5 сағаттай уақыт ұстаймын.